өлімсеуіп ұлыған қандаранда 18-20-дағы бозрақтарын көрсеткен ерлігінде сан болар ма? 1969 жыл 12 тамыз Қарағанды облысы Мичурин ауданы Спасск ауылындағы Төлеубек отбасында қуанышты күн. Себебі отбасында ұл бала дүние есігін ашты. Төлеубек құлым немерелі болды. Өзінің қызыңды базарды ол намысын қорғайды. Атбайға дүниеге келді. Азан шақырып, ата-анасына серік болсын деп, сенің атыңды серік деп қоямын. Сенің есімін серік, сенің есімін серік, сенің есімін серік. Алла өзі тіл көзін сақтай берсін. елге халқына азамат бол, отан қорғайтын батыр бол. Серік отбасында зерек, намысшыл, шыншыл бала болды. Мінезі өте сабырлы еді. 1975 жылы Құрма орта мектебіне барды. Сегізінші сыныптан бастап спортпен шұғылдана бастады. Әсіресе спортпен айналысуды қатты ұнатты. Әскери адам болғысы келді. Спортпен өте жақсы шұғылданғандықтан бойы тез өсіп, дене бітімі мен бойшаңдығы жағынан біздің оқ бойы озық болды. Және спорттық жарыстарда оған тең келетін қарсылас болмады. 10-шы сыныптан бастап ауған соғысына барып қатысуды қатты армандайтын болды. Тіпті бұл арманын өзінің алдына мақсат етіп те қойды. Досы Ерлан екеуі өзара әңгіме арасында. Досым, сен неге осы ауған соғысына қатысып келдің? Жоқ, дос, мен ауған соғысына барамын. Онда телевизордан көріп, мен аналардың жылағанын, балалардың қарт аналардың қолдарын сезгім келеді. Өзімнің отан алдындағы борышымды ауған соғысына атқарып еді. Мен қайтсем барамын ауған соғысына. Досыммен бірге барамыз. Екі дос осылай өзара серт берді. Мектепті бітірген соң Серік Тегман мамандандырылған шаруашылық бірлестігінде слесарь болып жұмыс жасады. Әпкесі Вигараға қонаққа келген Серік Саламатсың ба, әпке? Серік, қалай? Отбасың барлығы жақсы ма? Жақсы. Мен сау еді қалай? Бірақ мен жақсы келіп отыр. Не бітіріп жатсыз, әпке? Сол тіршілік ғой. Әпке, мен сізге келіп едім. Сізге айтатын бір бұйрықтайым бар. Алла жазса, мен ауған соғысына баруға өтініш беріп қойдым. Өзімнің отан алдындағы борышымды ауған соғысына атқарғым келеді. Ол жақта аналарым қаншама боздақтардан айырылып, балалар жылап жатыр. Мен өзімнің отан алдындағы борышымды ауған соғысына барып атқарғым келеді. Сіз маған рұқсат беріңіз, мен сонда барайын. Мен өтініш жазып қойдым. Жоқ, Серік, сен ешқайда бармайсың. Мен сені жібермеймін. Мен қазір әкеме айтам, ол жерде соғыс қой. Бармайсың, жібермеймін Жоқ, сені. әпке, айтпаңыз. Айтатын болсаңыз, мен сізді ешқашан да кешірмеймін. Ешқашан да сөйлеспей қоямын сізге. Мен отан алдындағы борышымды атқаруға барамын. Тек қана баратын болсам, ауған соғысына барамын. Рұқсат етіңіз. Мен барамын қайтсем де. Серік, тоқташы. Серік үйден шығып кетті. Вигар әпкесі қанша қимаса да оны райынан қайтара алмады. Төлеубектер отбасына пошташы келді. Сәлеметсіз бе, Хадиша ана? Сізге сіздің ұлыңыз Серікке Тельман аудандық әскери комиссариатынан хат келді. Шақыру әскерге шақырту қағаз екен. Серік, құлым қайдасың? Әй Серік. Анашым, жайсыңыз ба?
Не дейді, әскерге барам дей ма? Онда не бар? Құлдым-ау, әскер несі мұндай уақытта? Заман тыныш емес кезінде қайдағы әскер айтса жәкесі-ау, Құдай-ау, құлдым-ау. Енді алдына қойған мақсат екен өзінің. Аман есен барып келсін деп, келіп бақаңызды беріп тапсылайық баламыз. Бір Аллаға тапсырдық, бір Аллаға аян. Серік рұқсатын сұраған жіберіңіздер. Шешіліп қойған екен деп, отан алдындағы міндеті біз ештеңе істей алмаймыз. Сол болған енді отан алдындағы борышын атқарып, аман есен отанымызға оралсын деп тілейміз. Серік 1987 жылдың 26 қарашасында әскерге алынып, 1988 жылдың мамыр айына дейін 39-да 696 әскери бөлімшесінде аға көздеуші мамандығы бойынша дайындықтан өтті. 1988 жылдың мамыр айында Серікті Ауғанстан Демократиялық Республикасының соғысқа шығарып салу, отбасымен қоштасып тұрған сәт. Oğlum, vatan aldığındağı borçlu atlarımız kasına gittik. Bu bir azamattın borçlu. Hepimizi yoldan korkağımız, tutamızda, babalarımızla büyüğümüzü, yerimizde korkağım. Senin de kesin geldi. Aman istedim, dolu dost, aman değil. Ауған жері. Серік аға көздеуші болып, азық-түлік пен оқ-дәрі тасыған автоколоннада өтетін жолдың учаскесін күзету жөніндегі міндетті атқарды. Уақыт өтті. Отбасына қалыптасып отыр. Здравствуйте, хорошие, родные мои. Как ваши дела? Как у мамы моей? Не болеет? Мама, неужели вы меня простили? Поймите, мне от этого нелегко. Простите меня, мама. Вот вернусь, тогда меня сколько хотите ругать. Я буду даже рад этому. Свой дом и вас всех я часто вижу во сне. Утром встанешь, как будто дом нового. До свидания. При этом ваш сын Серік. Серік отбасына кезекті хатты жазып жолдады. Хат жөнелтіліп, Қазақстан жеріне жетті. Үйге пошташы келді. Сәлеметсіз бе? Үйде болған, сағат келді. Сәлеметсіз, рахмет. Серіктен ғой бұл хат. Ой, құлмай. Родные мои, у меня все хорошо. Не переживайте. Скоро... Мама, серіктен айтты. О, жақсы болған екен. 1988 жыл 2 маусым. Түнгі сағат 2.
оқ тиіп жарақат алды. Жанқиярлық танытқан Серікке оқ тиіп қаза тапты. Небәрі 18 жастағы жұлдыз өшті. Үйге пошташы келді. Сәлеметсіздер ме? Не көп бар? Хат келді. Уважаемые Төлеубек, не видим, как ты көзің Қаш мені, не дейсің? Немен жазған? Не болды? Хат келді деймін. Хат келді деймін. Уважаемый Төлеубек Шотарович, мысленно Хадиша. Глубокий скорби извещает, что ваш сын рядовой Ибизеков Серик Турбекович, выполняя боевое задание верной военной присяги, проявив благосборство, погиб 2 июня 1928. Бұл хат Төлеубек отбасына әскери комиссариаттан келген ұлдарының қайтыс болғандығы жөніндегі хабар берді. 7 маусым күні Дубровка поселкесінде Серік жерленді. Серіктің жауынгерлік ерлігі үшін медаль берілді және ол тұрған егер мемориалды тақта орнатылды. Серіктің жан дегенде жалғыз болса Ерлан Серікке арнап жазған өлеңі бар еді. Мәнерлі болмайтын солдат салтанат. Не увижу тебя, друг, не услышу. Глаза твои не взгляну, улыбки твои не увижу, руки твои не пожму. Не приникнем друг другу в объятиях. После долгой разлуки, беспечен, не будет уже. И смеяться на большей песне, и висеть за душой вместе. Теперь со мной, как был откровенен. Не я пред тобой открывал свою душу. Жизнь идет не время, но смерть поставила нам барьер. Ничего уже не будет, все осталось, но Встань, иди и умирай, но памяти моих, воспоминаниям моим ничто не грозит, пока я живу, ты живешь. Но лишь в памяти моей время, жизнь, судьба, как бывает судьба, бесполезно и жестоко. Что было, что стало, лишь украдкой смахнем, глаза застывшими слезы, и сердце сожмется от боли, и в горле застынет комок, и сквозь надгробную плиту молчаливый поведем разговор. О себе немножко расскажу, и будем вместе вспоминать, только ты не говори, как свистели пули, как стоял ты насмерть в горах Кундуза, как в свои 18 афганская пуля важный убьет. Сына убив, до матери дойдет, холодной болью сердце застыть, и отца, кого годы